Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен қытырлақ, өте оңай жасалатын вафлилерді бірге дайындаймыз. Мінекей, қаттырақ басқан кезде вафлилеріміз қытырлап осылай сынатын болады. Дәмі өте тәтті, балалар сүйіп жейді. Және дәл осылай гүл тәріздес формада жасап, қонақтарыңызды таң қалдыруларыңызға болады. Менімен бірге каналдан алыстамай видеоны соңына дейін көріңіздер. Қажетті заттар өте көп емес, осылай барлығын дайындап алыңыздар. Ең бірінші сарымайымызды газға ерітуге қоямыз. Сарымай ерігенше ыдысымызға жұмыртқаларымызды жарамыз. Достар, мен сіздерге барлық қажетті заттарды астыға описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден қарап жасай берсеңіздер болады. Барлығы да ешқандай таразысыз, жай ғана кесенің мөлшерімен, көз мөлшерімен жасайсыздар. Мінекей, жұмыртқамызды жардық. Енді оның үстіне қантымызды саламыз және жақсылатып венчиктің көмегімен қантымыз ерігенше асықпай араластырамыз. Бұл жерде сіздер венчиктің орнына тезірек араластыру үшін миксерді пайдалансаңыздар да болады. Келесі кезекте біздің ерітілген сарымайымызды құямыз. Сарымайды сәл ерген соң суытып алыңыздар, себебі жұмыртқамыз қатты ыстыққа пісіп кетуі мүмкін. Сол себепті де сәл суытып барып құйыңыздар және тағы да бір жақсылап барлығын араластырамыз. Содан соң ұнымызды аз-аздан 3-ке немесе 4-ке бөліп саламыз. Мен осылай шай кесемен 1 кесе толтыра ұн салдым. Айтуға ұмытып барады екем, шым-шым тұз салып жіберуді ұмытпаңыздар. Менде видеоға түспей қалыпты. Осылай барлық ұнымызды салып, венчикпен ешқандай түйіршік қалмайынша жақсылап араластырамыз. Мінекей, біздің массамыздың консистенциясы осындай сұйықтықта болуы қажет, қою қаймақ секілді. Және мен жасап жатқан сәтте вафельницаны алдын ала тоққа қосып қыздырып қойдым. Осы жасыл жағы жанған кезде бірден жаңағы қамырыңызды құйып, вафлиді пісіріп ала берсеңіздер болады. Мен вафлилердің көлемін кішкентай болғанын ұнатамын, сол себепті біраз қасықтан ғана қамырды құйдым. Егер сіздерге үлкен вафли қажет болса, 2 немесе 2,5 ас қасықтан құйсаңыздар болады. Вафлиді шығарған соң бірден ыстықтай орайсыздар. Мен мінекей 2 түрін көрсетемін. Осылай трубочка тәріздес дөңгелетіп орасаңыздар болады. Және вафельницаның ішінде арнайы конус болады. Сол конус арқылы да конус секілді жасасаңыздар болады. Мен өзім үнемі гүлге ұқсатып, осылай сәндеп жасағанды ұнатамын. Міне дәл осылай видеодағыдай жасасаңыздар, сіздерде де осылай шығады. Және кез келген кішірек стакан немесе осындай пюрелердің кішірек банкісіне салып, формасын ұстау үшін осылай қолдансаңыздар болады. Сол кезде осылай жақсы формасы сақталып тұрады. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы бір көрсетіп жіберейін. Дәл осылай ыстық күйінде тез-тез ортасынан бір бүктеп және осылай дөңгелете отырып орайсыздар да стаканыңызға салып дайындап аласыздар. Осылай стаканда кішкене уақыт ұстайсыздар, сол кезде бірден өзінің формасын ұстап жақсы болып тұрады. Және келесін пісіре береміз. Осылайша барлық вафлилерді пісіріп шығамыз. Мінекей, осымен біздің вафлилеріміз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, тәтті, қытырлақ болып шығады. Қонақтарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Осылай мен секілді гүл формасында жасасаңыздар өте әдемі көрінеді. Және тәрелкеге де осылай гүл секілді етіп орналастырсаңыздар сәнді болып көрінетін болады. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мөлдір.